Ассаламу алейкум қыздар. Бүгін осындай керемет сосиски в тесте пісіретін боламыз. Жұп-жұмсақ, нәзік, сочный. Бізге осы ингредиенттеріміз қажет болады. Әдемілеп, жақсылап тұрып, араластырып, жұп-жұмсақ қылдырып, қамыр илейміз. Осы қамырымыз қолымызға жабысып тұру керек. Бірақ та жабысады деп уайымдамаңыздар. Кейін сосискиларымызды түйетін кезде рабочий столымызға кішкене сұйық май жағып түйетін боламыз. Сол кезде қолға жабыспайды. Жылы жерге қоямыз. Дайын болған қамырымызды әдемілеп сосискилар түйіп 220 градусқа пешке салып дайын болғанша пісіреміз. Ал міне дайын болған сосискеміз осындай әдемі жылтырап тұрған сочный болып піседі. Ас болсын сіздерге де сіздердің отбасыларыңызға ұнайды деген ойдамын. Лайк басуды ұмытпаңыздар.